Йод торы. Ғұлама емес, республика. Егер 19-шы және 21-шы ғасыр медицинасын салыстырсақ, ғасырлар бойы адамзаттың ең жақсы ақыл ойы нақты серпіліс жасап, адамдардың өмірін сәтті сақтайтын көптеген пайдалы әдістер, дәрі-дәрмектер мен бейнелер жасаған. Дегенмен 19-шы ғасырдан бері емделудің бір түрі бар, және бүгінгі күні оған ешқандай алмастырушы жоқ. Бұл белгілі йод торы. Медицинадан алыс, жақсы денсаулығына ие адамдар онымен танысады. Ең алдымен, дәрігердің инъекция жасайтын аймағында йод торын жасауға ұсынысымен байланысты. Бірақ, йод торының пайдасы шектеулі емес, оны қалай дұрыс жасау керектігін, неге керек және неге ол емделуге пайдалы екенін білейік. Йод торының артықшылықтары. Йодтың артықшылықтары туралы айтатын болсаңыз, сіз өмірдің әр түрлі салаларына, батареялар өндірісіне дейін қол жеткізе аласыз. Бірақ әрине қоғамда йод 5% алкогольдік ерітінді ретінде белгілі. Осының арқасында жаралар мен көгертулер дезинфекциялау және тіндерді қалпына келтіру үшін емделеді. Йод пен организмге сырттан қолданылатын болса, иондалған молекулалар тез теріңізге еніп, қан ағымын ынталандырады. Бір кездері олар йодтың пайдалы қасиеттері туралы білді, бірақ оларды дұрыс пайдалана алмады. Бұл күйікке әкелді, себебі бұл зат жергілікті тітіркендіргіш әсерге ие. Бұл іс-әрекеттер йод торын көгергенде қолдануға негізделген. Капиллярлар кеңейіп, бұл тоқырау процестеріне жол бермейді. Йод сондай-ақ тамаша антисептикалық болып табылады, сондықтан жиі тыныс алу органдарының ауруларын емдеуге қосылады. Жылу әсерінен йод гипотермия, жөтел және ащы мұрынды пайдалану үшін қолданылады. Суыққа арналған йод торы. Жөтелі өте тиімді болғанда йод торы, ыстық компрессорлар сияқты, мысалы қыша сылағы сияқты әсерге ие, бірақ әлсіз және ұзаққа созылатын әрекет. Жөтелу кезінде йод торын бронх аймағындағы артқы жағы мен кеуде аймағында аптасына бір немесе 2 рет қолданған жөн. Оны басқа жылыту процедураларына біріктіру ұсынылады. Жоғары температурада емдеудің осы әдісіне сақ болуыңыз керек. Сонымен бірге ыстық компрессорлар мен бумен пісіруге қарағанда субфебилді температурада жасауға болады. Суық кезде йод торы пятки мен бұзауларға қолданылады. Бұл суық суды емдеуде өте маңызды болып табылатын аяғын жылытуға көмектеседі. Йодтың көбеюде ең көп қолданылатын түрі инъекциядан кейін йод торын қолдану. Ұзақ уақытқа созылатын инъекцияны емдеу кезінде бұлшықеттердегі тіннің қалпына келу уақыты жоқ, көгеру пайда болады және бұл аймақ келесі инъекциялармен жарақаттанады. Тіндерді тезірек қалпына келтіру үшін және соққылар деп аталатын ерітінділерді ертіп алу үшін йод торы қолданылады. Оны күнделікті емдеу барысында қолданып, соққылар ерігенше аяқталады. Абсцесс қалыптасуын болдырмау үшін мұны істеу маңызды. Қатерлі аурулардағы йод. Халықтық медицинада йод массасының көмегімен бумен пісіргеннен кейін бұл жерлерді майды жағу арқылы қабынған буындарды емдеңіз. Йод торы қалай? Йод торын жасамас бұрын, йодты қолдануға қарсы емес екеніңізді тексеріңіз. Бұл зат тері арқылы терінің ішіне сіңіріледі және сандық түрде оның ішінде қолдануға тең. Йод желісін жасамас бұрын теріні тазалаңыз. Содан кейін бір сымден 1 шаршы квадраттағы мақта тампонымен бірге қолданыңыз. Дәл анықтағандай, торлары йодтың тұрақты түрде сіңірілуіне мүмкіндік береді. Қолдану аймағы зардап шеккен ауданнан әлдеқайда кең болуы керек. Йод торын қолдануға қарсы. Йод және йод торын қолдану тироидты ауруы бар адамдарға және заттарға аллергиялық реакцияға қарсы бола алмайды. Йод қалқанша безінің зақымдануымен туындаған тиреоидтік гормондардың бөлігі және оны бірнеше жағдайларда пайдалану, қалқанша безінің қызметі бұзылған жағдайда ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.